Кайырлы күн достар. Бүгін өте пайдалы ағылшын салатын дайындаймыз. YouTube арнама тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода дәмі тіл үйретін тоқаштың рецебімен бөлісетін болам. Ең алдымен свежий ақсерке, яғни семга балығын ірілеу кубик етіп осылай тураймыз. Оны маринадтаймыз. Тұз, паприка қосып, үстіне сұйық май құйып, лимон шырынын қосып, жақсылап қолмен араластырып, 10-15 минутқа маринадқа қалдырамыз. Маринадталып болғасын қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суға кішкене тұз қосып, лимонның бөлігін сығып, осылай салып жібереміз. Қайнаған суға ең алдымен гүлді орам жапырақты салып, 2-3 минуттай қайнатамыз. Одан кейін мұздатылған жасыл бұршақ пен брокколи қырыққабатын 2-3 минуттан қайнатып пісіріп аламыз. Көкөністерімізді қайнатып пісіріп алғаннан соң суытамыз. Ендігі кезекте апельсинді осылай қабығынан ашып тазалап, сыртындағы ақ жерлерін алып тастап, осылай кубиктап тураймыз. Жақсылап жуылған аш жапырақты осылай кішкентайларын салып, үлкендерін жегенге ыңғайлы етіп, 2-3 бөлікке бөліп турап қосамыз. Петрушка, яғни ақ желкенді турамай осылай үзіп салдым. Ақ желкенді турасаңыздар да болады. Өздеріңізге ұнаған аскөктерін қоса берсеңіздер болады бұл салатқа. Черри қызанағын ортасынан 2-ге бөліп қосамыз. Піскен суыған жасыл бұршақты, брокколи қырыққабаты мен гүлді орам жапырақты қосамыз. Брокколи мен гүлді орам жапырақтың осындай жерлерін алып тастап, жегенге ыңғайлы етіп қосамыз. Енді салаттың тұздығын дайындаймыз. Зәйтүн майына осындай түйіршікті қышаны қосамыз. Оған бал қосып, лимон шырынын сығып қосамыз. Блендермен жақсылап еземіз. Тұздықты салатқа қосамыз. Салатты басып алмай араластырамыз. Салаттың бетіне әсемдік ретінде осындай маринадталған дайкон қоссаңыздар болады. Сушиде ингредиенттерін сататын корейский магазиндерде болады бұл көбіне. Салатты тәрелкемізге саламыз. Тәрелкемізге салған кезде бетінде көкөністері көрініп тұру керек. Бетіне бағанағы пешке піскен ақсерке балығын қойып шығамыз және маринадталған дайконмен әсемдеп шығамыз. Мінекей өте пайдалы ағылшын салатымыз дайын. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаны басып, се дегенді басып қойыңыздар. Келесі видеода өте дәмді тоқаштың рецебімен бөлісетін боламын. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.